Мен IELTS-тан 9-ы осы жылы алдым, яғни қаңтардың 23-не тапсырдым. Сол күні нәтижелерімді көрдім. Одан кейін өмірім күрт өзгерді десем болады, өйткені мені өте көп медианың каналдары шақырды, яғни тек қана қазақстандық қана емес, барлық тымды елдері шулады деп айтсам болады. Әрине мен өте қатты қуандым, өйткені барлығы қазақтың қызы әлемдік рекорд орнатты деген кезде жүрегімде бір қатты қуаныш сезімі болды. Жалпы мен алдында 16 жасымда екі бірдей халықаралық ұйыммен, яғни британдық кеңес және IDP-мен серіктес болғанмын. Ол екі жалғыз IELTS емтиханын ресми түрде тапсыруға болатын тест-центр, яғни одан басқа бізде серіктестік болмады. Ал енді оқушылар санын айтатын болсам, өте үлкен импакт болды десем болады, өйткені оқушылар енді өте үлкен шабыт алды, өте үлкен мотивация алды. Мен сол 9 алғаннан кейін біздің екі студентіміз содан кейінгі потоктарға жазылып, екеуі де біріншіден 8,5 ұпай жинады. 9-дан бұл ұпайды тек қана бірақ пайыз адам алады әлем бойынша, яғни біздің шәкірттеріміздің нәтижесі өте қатты жақсарды, өйткені олар көрді 9 алуға болады, әлемдік рекорд қоюға болады деген сияқты өте үлкен шабытпен оқығандықтан өте жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр. Енді бұндай жақсы нәтижені аз уақыттың ішінде көрсетуге бола ма? Мысалы, қазір айтады ғой, бір ай демей ақ қойшы, бір жыл, 2 жыл ішінде тұрақты дайындалып отырсаң, мысалы күніне 5 сағат, 2 сағат бөліп отырсаң, жақсы нәтиже көрсетуге бола ма? Жалпы IELTS емтиханы бұл тек қана ағылшын тілі ғана емес, бұл емтиханның логикасы мен стратегиясын түсіне білсең, жақсы ұпайға, жоғары ұпайға тапсыруға болады. Біздің студенттер соған доказательство, соған соның нәтижесі, дәлелі, соның дәлелі, өйткені біздің шәкірттеріміз небәрі 10 аптаның ішінде интермедиат немесе pre-intermediate деңгеймен өзінің қалаған 6-да 5-7-ден жоғары ұпайларын алып жатыр. Өте көп шәкірттеріміз бізде 8-де 0 ұпайды біріншіден алып жатыр интермедиат деңгейлермен. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Жалпы тіл үйрену бұл бізде мысалға спорт сияқты сондай бір навык, яғни бұл жақта бір тез сізге көмектесіп кететін бір лайфхак жоқ. Бұл тіл үйрену, мысалға ағылшын тілін үйрену, бұл әрине өте көп уақыт, еңбек талап етеді, бірақ сонымен қатар дұрыс методиканың арқасында адам тезірек сөйлеп кетсе болады. Ол яғни дұрыс эффективті методикалар, оның ішінде shadowing бар, оның ішінде мәтінді оқу, мәтінді дұрыс оқи білу, дұрыс техникалармен. Соның арқасында біздің де шәкірттеріміз бар, жастары мысалға бізде бір кісі оқыған, Гүлжан апай деген, ол кісі универдің профессоры болып жұмыс жасаған 15 жылдай, бірақ ол кісіге IELTS тапсыру керек болды, өйткені шетелге докторантураға түскелі жатқан болған сол кісі. Сол кезде ол кісі прям 0-ден бастап, небәрі жарты жылдың ішінде өзінің проходной балын жинап шетелге түсті. Бір белгілі бір сфераның шыңын бағындыру үшін адамға мінез керек. Альберт Эйнштейннен сұраған кезде, Альберт Эйнштейн сіздің гениальностіңіз неде деген кезде ол кісі айтқан, менің гениальностім менің бір интеллектуальный способностімда емес, тек қана менің мінезімде. Өйткені көп адамдар беріліп кететін кезде мен сол сұрақпен қалып, сол сұрақтың түбіне жетемін деген. Яғни мен де солай ойлаймын, яғни менің әлемдік рекордымның артында, менің 9-ымның артында бір гениальность жатқан жоқ, ешқандай, тек қана бұл мінездің көрсеткіші. Өйткені мысалы көп адамдар беріліп қоятын кезде, жарайды оқымай қояйын, ұйықтай салайын деген кезде мен ертерек кішкене тұрып, кішкене кешірек жатып, кішкене көбірек көңіл бөліп, зейін қойып, мысалға ешерге қыдырмай, әлеуметтік желіде отырмай, сабаққа зейінімді қойып оқығанның дәлелі деп білемін. Сондықтан да бір мысалға ол кәсіпте де болсын, бір белгілі бір шыңға жету үшін адамға мінез керек, өте нық, өте жақсы мінез керек, өз-өзіне жоқ дей білу керек. Мысалға нәпсіңді тия білу керек дейді ғой, нәпсіңді тия білу керек. Мысалға әлеуметтік желіде отырмай, кішкене ертерек тұру керек, кішкене кешірек жату керек, достарымен қыдырмай тұру керек бір нәтижеге жету үшін. Атак барлық адамның мүмкіндігі бірдей, өйткені барлығымыздың ми способності, ми мүмкіндіктері бірдей, сондықтан барлық адам негізі бұл нәтижеге жете алады, бірақ тек қана бір отличительная черта, олар қалай сол мүмкіндігін пайдаланады. Өйткені барлық адамда мүмкіндік бірдей, сонымен қатар барлық адамда таңдау бар.
қалай таңдау жасайсың, солай сен өмір сүресің. Бірақ менің ойымша мен мүмкіндігімнің көбісін қолданғанмын. Өйткені менде бір мүмкіндік болған кезде мен сондай кішкентайымнан сондай болатынмын. Мүмкіндік көріне қалса мен сол мүмкіндіктің артынан жүгіріп, я мен соған істеймін деп, өте мен сондай активный бала болатынмын. Сіз практикаңызды дамыту үшін, мысалы, белгілі бір орталарға бардыңыз, иә? Мүмкін шетелге барған шығарсыз. Мысалы, қандай лайфхактар ұсынасыз? Өзімен өзі дайындалып жүрген балаға. Мен ешқандай шетелге барып оқымағанмын, тек қана Қазақстанда оқығанмын толықтай. Сол үшін де осы нәтижемен мен өте қатты мақтан тұтамын. Өйткені елдің ішінде жүріп те ең жоғарғы ағылшын тіліндегі дәрежеге жетуге болады дегенге дәлел. Ал балаларға айтатыным, өте көп оқу керек, мүмкіндік өте көп. Қазіргі таңда интернет эрасында барлық мысалға ресурстарды қолдану керек. Мысалға фильмдерді ағылшынша көру керек, подкасттарды ағылшынша тыңдау керек, кітаптар оқу керек ағылшын тілінде. Мына жақта менің сертификатым. Адамдар сұрайды ғой, қаншалықты маңызды болды осы 9 деген кейін осы көрсетеді. Бізде барлық филиалдарымызда осы менің сертификатым. Бұл мотивация болып келеді, көп балдарға қарайды да, визуализировать етеді. Шарипа бірінші 8-ге салған біздің студентіміз Сұлтанға біз Toyota Corolla сыйладық, Шарипаға біз Nissan Juke сыйладық. Сосын бізде шыққан, есімде, если я не ошибаюсь, Мерей болды. Алғашқы тапсырғаннан Сұлтан, Шарипа алдынан тапсырған бізде, бірінші тапсырғаннан Мерей мен аяулымда. Мерей мен аяулым бізде маусымда шықты. Осындай мотивацияларды ылғи беріп отырасыздар ма? Иә, бізде Мансұр 8 алған студенттерімізді біз Дубайға жібердік. 2 адамға путевка сыйлап, 7-5 алған студенттерімізге, допустим, кім бар бізде. Мысалы, Алияның біз несін төлеп бердік, IELTS-ын төлеп бердік. Мен осы жылы мектеп бітірдім. Бірақ осы жылы мен түсемін деген шешім қабылдамадым. Осы кәсібімді мен аяққа орнатып, халықаралық деңгейге шығарып, Forbes-тан шығарған кезде мен түсемін деп өзіме уәде бердім. Сондықтан 1-2 жылдан кейін түсемін.